Сәлем достар, сіздермен бірге Исай. Бүгін біз осы ноутбукте толықтай жұмыс жасайтын жеңіл салмақты аватардың демонстрациясын көрсетеміз. Ендеше бірге тексерейік. Сәлем, сен кімсің? Мен мәтіндік және визуалды ақпаратты түсініп, қолдана аламын. Пайдаланушыларға суреттерді талдау, сұрақтарға жауап беру және контент жасау сияқты әртүрлі тапсырмаларда көмектесемін. Мен қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдерінде қарым-қатынас жасай алатындай етіп оқытылғанмын. Бұл мені көптілді мүмкіндіктерді қажет ететін тапсырмалар үшін ерекше пайдалы етеді. Судың қайнау температурасы қандай болып есептеледі? Судың қайнау температурасы 100. Домбыра дегеніміз не? Домбыра қазақтың екі шекті ұлттық аспабы. Абай Құнанбаев деген кім? Абай Құнанбаев қазақ әдебиетінің классигі, ақын және философ. Қазақ хандығы қашан құрылды? Қазақ хандығы 1465-1466 жылдары құрылды. Күн жүйесінде неше планета бар екені туралы айтып бер. Иә, күн жүйесінде 8 планета бар. Қазақстанның астанасы қай қала? Қазақстанның астанасы Астана. 144-тің түбірасты нешеге тең? 144-тің түбір асты 12-ге тең. Назар аударғаныңыз үшін алғыс білдіремін. Сіздермен бірге болған көптілді жеңіл салмақты аватар. Келесі кездескенше.